Құрметті тыңдарман, бұл Хәкім Абайдың ең алғашқы бірінші қара сөзі. Мұнда ол бүкіл өмірін артқа тастап, ендігі қалған ғұмырымда қалай өткіземін деген ең маңызды сұраққа жауап іздейді. Ақша қуу, біреумен жағаласу, билікке таласу, бұның бәрі бос әурешілік екенін түсінген Абай ақыры өзіне бір ғана жол таңдайды. Қане, сол шешімді бірге тыңдап, өзімізге сабақ алайық. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірімізді артқа тастадық. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық. Қаншама әурешілікті бастан өткердік. Енді міне, жер ортасынан аудық. Жас келді. Қылған ісіміздің бәрі баянсыз, ешбір тұрақты пайдасы жоқ екенін түсіндік. Енді қалған өмірді қалай өткіземіз? Соны таба алмай ойланып қалдым. Ел басқару ма? Жоқ. Қазіргі елге тыныштық емес, пәле керек сияқты. Оның үстіне кімді кім түзейді? Мал жинау ма? Жоқ. Енді мал бағатын шама жоқ. Балалар өздеріне керегін өздері тауып алар. Білім қуып, ғылым бағу ма? Жоқ. Оғанда уақыт өтіп кетті. Мида тыныштық болмаса, ғылымда қонбайды. Дінге толық берілу ме? Ол үшінде іштегі тыныштық керек. Ал бұл елде тыныштық қайда? Балаларды тәрбиелеу ме? Оны да істей алмайтын сияқтымын. Оларды қай мінезге үйретіп, қандай ортаға қосарымды білмеймін. Ақыры бір шешімге келдім. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны өзіме ермек қылайын дедім. Кімде-кім ішінен өзіне керекті сөз тапса, жазып алсын, яки оқысын. Ешкімге керек болмаса, өз сөзім өзіндікі дедім. Ендігі жерде осыдан басқа ешбір жұмысым жоқ.